Көптеген адамдардан ораза ұстаған алғашқы күндері басым қатты ауырады, не істесем болады деген сұрақтарды жиі естиміз. Тіпті кейбіреулері осы ауырсынуға шыдай алмай оразасын тоқтатып жатады. Бүгін видеода сіз бас ауруының нақты 5 себебін және дәрісіз-ақ бұл мәселені қалай шешуге болатынын егжей-тегжейлі талқылаймыз. Соңына дейін көріңіздер, себебі ең маңызды кеңестер видеоның екінші бөлімінде айтылатын болады. Бас ауруының ең негізгі себептері. Бірінші себеп кофеин мен никотин тапшылығы. Егер сіз күнделікті таңертең кофе ішсеңіз немесе көп шай ішетін болсаңыз, ағзаңыз кофеинге тәуелді болып қалады да ораза басталғанда қан тамырлары кеңейіп, бас соққы ретінде ауыратын болады. Екінші себеп сусыздану. Адам миының 75-80% судан тұрады. Су жетіспегенде ми тіндері кішірейіп, жүйке талшықтарын қысады. Бұл бас ауруының ең жиі кездесетін себебі. Үшінші себеп қандағы қанттың төмендеуі. Сәресіде дұрыс тамақтанбасаңыз немесе мүлдем ішпесеңіз, түске қарай глюкоза деңгейі түсіп кетеді де миыңыз энергиясыз қалғанда дабыл қағады. Төртінші себеп ұйқы режимінің бұзылуы. Сәресіге тұру, түнде кеш жату бұл биологиялық сағатты бұзады. Сапасыз ұйқы бас сақинасының қоздырғышы. Бас ауруының емі және алдын алуы. Сәресі мен ауызашардағы су ішу мәдениеті. Ауызашарда 1-1 литр суды іше салу бұл өте қате. Ол бүйрекке салмақ түсіреді де сыртқа шығып кетеді. Ифтар мен сәресі арасында әр сағат сайын 1 стакан, яғни 200 мл су ішуді әдетке айналдырыңыз. Сәресіде тәтті тоқаштар емес, сұлы ботқасы, қарақұмық, жаңғақтар мен жұмыртқа жеңіз. Олар қант деңгейін күні бойы бір қалыпты ұстайды. Кофеинмен қоштасыңыз. Егер басыңыз қатты ауырса, сәресіде бір ғана кішкентай шыны кофе немесе қою емес көк шай ішіңіз, бірақ оның соңынан міндетті түрде 2 стакан су ішу керек, себебі кофеин суды айдайды. Нүктелі массаж және салқын басу. Самайды, желкені және бас бармақ пен сұқ саусақ арасындағы нүктені жұмсақ уқалау. Маңдайға салқын орамал басу тамырларды тартып ауырсынуды басады. Егер басыңыздың ауруына қоса көзіңіз бұлдырап, жүрегіңіз айныса немесе құссаңыз, бұл қан қысымының белгісі болуы әбден мүмкін. Мұндай жағдайда міндетті түрде дәрігерге хабарласыңыз. Есіңізде болсын, Алла тағала бізге бұл құлшылықты қиналу үшін емес, тазару үшін береді. Егер бұл видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіз. Сіз оразада бас ауруымен қалай күресесіз? Төменге пікір қалдырыңыз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз.